Құрметті менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Гүлдердері 19 бөлімі. Бірақ Кадерді көруге келді. Кадер анасын көріп қатты қуанды. Бірақ қызын қатты өзіне жолата қоймады. Ал Кадер болса анасына алқа сыйлады. Бірақ оны жай кейін тағам деп қалтасына сала салды. Бірақ Зейнеппен сөйлеспеуді қатаң тапсырды Кадерге. Түлей шай әкеліп бергенде оған қайнағаңыз Жиһанды Әбрумен көрдім деп барлығын айтты. Жақсы, жарайды, мен кеттім деп бірақ кетіп бара жатқан кезде алқаны қоқысқа тастайды. Оны көрген Кадердің көңілі түседі. Түлей сырттарынан бақылап қарап қана қалады. Ал Жан болса қонақ үйге жасырын кіргізген адамдарды тіркеген адамды тапты. Және де оны ұрып, мен сені полицияға тапсырам деді. Ағатай, өтінем, мені полицияға тапсырмаңызшы. Бұның барлығын Жихан мырза істетті деп айтып салады. Ал Серхат болса Зейнепті іздеп келеді. Серхат мырза, сіз мұнда не ағып жүрсіз? Не деген кездейсоқтық дейді. Кездейсоқтық емес. Мен сені іздеп келдім. Кадерді алып кетеміз. Сосын біздің үйге барасың деді. Өлсем өліп кетейін, мен сіздің үйіңізге бармайым деді. Ал сол жерде көліктер болсаң шағасы деді. Ал Серхат болса Зейнепке мен Седеп екеуміздің арамызда ештеңе болған жоқ деп айтып кетті. Ал Жихан болса Әбруды алдап жүргенін Тибетке айтты. Жихан үйіне келсе Беракты көріп, Берак, сен мұнда не ағып жүрсің деді. Жай Азрамен әңгіме айтайын дедім деді. Сөйтті де Берак кеткенде Азра, сен Әбрумен не істеп жүрсің? Көңіл көтеріп жүрсің бе деп дауыс көтерді. Маған дауыс көтеруші болма деді. Зейнеп қай елдің мектебіне барды? Сен неге талып қалдың? Неге ата-анаңа хабарласпадың деді. Оларды уайымдатқым келмеді деді. Олар уайымдау керек. Олардың парызы сол, міндеті деді. Мен не үшін талып қалғанымды білемін деді. Не үшін талып қалдың? Маған да айт, мен де білейін деді. Мен салмақ тастататын дәрі ішкен едім. Интернеттен алдым деді. Ешкімге айтпаймын деп уәде бер, Зейнеп әпке деді. Жарайды деді. Сөйтті де Серхатқа хабарласып, ана зымзиядан Кадерді де барлық қыздарыңды сақта. Үйіңе көшіп барсаң да солардан, Берактан қыздарыңды қорға деді. Ал Берак болса Хаялдың миын аштып, Хаял, дәрігерге барлығын сен айтқандай істедім. Пицца жесем бола ма деді. Же деді. Бірақ бұрынғы томпақ кездегі суреттерін көрсетті. Ал Елкен болса киімдерін Кадерге бермекші болды. Бірақ оған анасы Берак қарсы болды. Ал Түлей болса тойға кетпекші болып Кадерді сыртынан құлтап кетті. Ал Зейнептің ата-анасы Зейнепке тойға жүр, бірге барайық деді. Жоқ, тойға баратындай көңіл күйде емеспін деп үйде қалып кетті. Ал Түлей болса Әбруды сен Жиханмен көрдім деп айтып салды. Ал Жихан болса Беракқа келді. Берак, сен осымен ойынды доғар. Азраға не айттың деді. Мен естігенімді айттым деді. Сен одан да Серхаттан ажырасып бұл үйден көзіңді құрт деді. Жихан, ойын енді басталды деді. Сол кезде Серхатқа Жан ағасы хабарласып, Серхат, мен ол жігітті таптым. Кел, жолығайық, бетпе-бет айтатын жаңалықтар бар деді. Ал Жихан болса Беракты қорқытпақшы. Сен ана адамға айтып бар, менің жүкті кездегі суретімді Серхатқа берген екен ғой деді. Ал Кадер болса жарық сөніп қалғандықтан қолшамды жағып ұйықтап қалған еді. Ал Зейнеп болса Түлейдің тойдан қайтпағаны біліп қатты ашуланды. Қандай жауапсыз адамдар. Бірақ сендерге өкпелеудің де қажеті жоқ шығар. Өз анасы жаны ашымағанда деді. Ал Зейнеп Кадерді іздеп барғанда Кадер отқа оранып жатты. Кадерді ана бөлмеге бар деп терезені сындырып Кадерді құтқарды. Ал оны құшағына қысып, терең демал, Кадер, терең демалшы деп Кадерге жан ашып, Зейнеп жылап қалды. Ал қонақ үйге заңсыз адамдарды тіркеген үшін Жиханның
артын ашпақшы болды. Бірақ Жихан жанға жала жауып, сен Берақтың сырын жасырып, мені жаманатты қылайын деп едің. Сен мықты болып қапсың ғой түрмеге отырып деп ағасына шабуыл жасады. Сол кезде Жан қатты ашуланып кетті. Ал Берақ сыртқа шығып келе жатқанда Зейнеп Кадерді құшақтап көтеріп алып келе жатты. Сендер мұнда неге келдіңдер? Деді. Енді қыз осында тұрады. Мен де осында тұрам. Аналық махаббатыңды көрсетесің. Қыз қатты қорқып қалған. Отқа оранып жатыр екен. Сен тапсырған адамдар баланы тастап тойға кетіп қалған деді. Ал осы кезде Тибеттің адамдары Жанды атып кетті. Бірақ оны Жиханды атып кеткен Тибеттің адамдары екен білмейді. Ал Кадер болса Зейнеп әпкесіне анам маған ашуланды ма дейді. Жоқ жаным, анаң саған не үшін ашуланады? Аналар өз балаларына ашуланбайды деді. Қаял мен Елкем келіп Кадерді құшақтап, олардың келгеніне қатты қуанды. Енді сендерді келмейтін шығар деп ойладық деді. Ол ойымыздан айнып қалдық. Біз қайта келдік, кел құшақтасайық деді. Бірақ Елкем құшақтаған ұнатпайтынын айтты. Ал Түлай болса үйінің өртеніп кеткенін көріп, көңіл күйе түсті. Әркам болса телевизорде өртеніп кетіпті деп ашуланды. Ал оны естіген Түлай да қатты ашуланды. Бірақ Түлайға хабарласып, сендер қандай адамсыңдар, айуансыңдар, қызға жақсылап қараңдар деп едім ғой. Ертең алқаны мұсырдан тауып әкеп бер деді. Ал Жанға Серқат хабарласып, Жиханның жағдайы ауыр екенін айтты. Фильмнің жалғасы бар, арнама тіркелеміз.